Құрметті магистранттар, биологиялық белсенді заттардың және биологиялық белсенді қоспалардың биотехнологиясы пәнінің дәрілік өсімдіктерден биологиялық белсенді қоспаларды алу дәрістің екінші сұрағын қарастырамыз. Яғни дәрілік өсімдіктерден экстракт алу. Курс лекторы Жарықбасова Клара Сауықовна. Бірқатар азық-түлік өнеркәсібінде экстрагирлеу негізгі процестердің бірі болып табылады. Алынған сығындылар тамақ өнімдерін байыту үшін пайдалануы мүмкін. Экстракция өсімдік шикізатынан биологиялық белсенді заттардың толық шығаруына мүмкіндік беретін әдіс. Экстракция процесі қатты және сұйық заттардың қоспасынан жекеленген компоненттерді селективті түрде ерітетін ергіштігі бар еріткішпен экстрагент іріктеп алу болып табылады. Тамақ өнеркәсібінде экстрагент ретінде су, спирт, гексан, ацетон, көмірқышқыл газының төмендетілген мөлшері қолданылады. Консистенциясына байланысты сығындылар сұйық, қою, құрғақ болуы мүмкін. Сұйық экстракттар бірден бір қатынасында алынған дәрілік өсімдік шикізатынан алынған сұйық спиртті сығындылар. Сұйық сығындыларды өндіру кезінде перколяция, рециркуляция, еріту әдістері қолданылады. Перколяция шикізат өнімінен экстрагент арқылы сүзіп алу процесін айтамыз. Бұл әдіс 3 кезеңнен тұрады. Шикізат өнімін экстрагентпен суландыру, мацерациялды кідіру, перколяция. Әр 100 салмақты бөліктерден 85 көлемді бөліктерді сорғып алғанша жасайды. Содан кейін перколяция қабылдағышын алмастырып, материалдың толық сарқылуына дейін жалғасады. Бұл екінші сұйық сығындыны алу әдісі 50-60 градус вакуумда температурада қыздырып, қою масса түріне келтіру. Яғни 15 көлемді бөлік. Одан кейін бірінші шыққан өніммен араластырылады. Ақырында 100 салмақты бөлік сұйық экстрактыны алу үшін таза экстрагент қосылады. Реперколяция. Сұйық сығындыларды алудың осы әдісінің мәні булану сатысын болдырмау болып табылады. Сығынды қажетті шоғырлануға 3-6 аккумулятор батареясын пайдалану арқылы қол жеткізіледі және бір перколятордан эквалайзер келесі перколятордағы шикізатты перколяциялау үшін қолданылады. Демек, бір немесе бірнеше перколяторлар арқылы қарсы немесе ағызылатын шикізатпен кері шайқау принципі бойынша айналып өту арқылы белсенді заттармен тиісті мөлшерде қанықтырылуы мүмкін. Бұл перколяцияның қайталану тәсілі реперколяция деп аталады. Еріту. Сұйық экстракттарды құрғақ экстракттан еріту арқылы алуға болады. Алайда практикада қолдануға лайық болатын бұл әдіс әлі де сирек қолданылады. Сұйық экстракттарды осы жолмен дайындағанда ерітінді 8 градус жоғары емес температурада реттеуге және сүзуге болады. Тұтқыр экстракттар негізінен ащы, яғни трифол және тағы басқа. Ащы хошисті, ол чусангендия және тағы басқа, немесе сәтті, ол мия тамырлары. Заттар бар, өсімдіктерден алынған сығындылардың ерекше тобы болып табылады. Тұтқыр экстракттарды өндіру 3 кезеңнен тұрады. Сығындалу, балластық заттардан алынған сығындалу, сығындылардың булануы, яғни конденсациясы. Шикізаттан алынған сығындыларды әртүрлі әдістермен алуға болады. Бөлшектік мацерация, перколяция, рециркуляция, циркуляция, сондай-ақ кейбір басқа әдістермен экстрагенттер ортасында шикізатты ұнтақтау, ультрадыбысты пайдалана отырып экстракция өткізу. Бөлшекті мацерация, бисмацерация. Бұл әдіс су экстракттарды өндіруде қолданылады. Экстрагент 2 кезеңде жұмсалады. Сақталған өсімдік шикізатын мацерациялық баққа орналастырады, онда ол экстрагенттің 4-6 есе санымен құйып, мерзімді араластырған кезде 6-12 сағатқа қалдырылады. Содан кейін жиналған сұйықтықты құйып аламыз, қалдық сығылады, одан алынған сұйықтық бастапқы құймаға қосылады. Сығылғаннан кейін қалдық экстрагентінің 3-4 есе санымен қайта құйылады және 4-6 сағатқа қалдырылады. Содан кейін жиналған сұйықтықты құйып аламыз, қалдық түпкілікті сығылады және біріктірілген сорғыштарға қосылады.
Жаз мезгілінде судың құрамына 0,5% мөлшерде хлороформ қосылады. Кейбір жағдайда қайнаған су, яғни триполи сығындысы қолданылады. Перколяция тұнбалардың шикізаттың таусылуына дейін алу сияқты жасалынады. Біріншілік және екіншілік алуынсыз жүргізіледі. Бұл процесс әдетте спирт қоспаларымен ауыстырылатын экстрагенттердің аз шығындалуымен жүзеге асырылуы өте маңызды. Реперколяция. Бұл әдіс перколяциядан және бисмацерациялық әдістерге қарағанда көп концентрацияланған сығындылар алуға мүмкіндік беретін тиімді әдіс. Перколяцияның вариацияларынан бастап қарама-қарсы қағида бойынша жұмыс істейтін перколяторлардың аккумуляторларында жүзеге асырылатын жылдам ағып жатқан реперколяция бұл жерде кеңінен қолданылады. Аккумулятор әдетте 5-6 перколятордан тұрады. Экстракторы бар приемниктен және шеңбер тәрізді формада болу керек, себебі бір-бірімен байланысып экстрагентті азықтандыруға және кез келген перколятордан сығындыны ағызуға мүмкіндік береді. Перколятордың біреуіне кіретін шығырғыш батареяның ішінен кез келген варианттарды дәйекті түрде өтеді. Айналым. Экстракцияның бұл әдісі экстрагенттің айналымына негізделген шығару құрылысы Сокслет аппаратының принципіне сәйкес үздіксіз және автоматты түрде жұмыс істейді. Бұл біріктірілген дистилляциялық текшеден, экстрактордан, конденсатордан және коллектордан тұрады. Фармакопиялық қалың сығындылардан циркуляциялау әдісі тек бір препаратты дайындайды. Папоротниктің еркектік сығындысы экстракт ретінде эфир қолданылады. Тазалау. Су сығындыларында баласты заттардың пектиндер, шырыш, крахмал және тағы басқа айтарлықтай мөлшері бар. Заттардың мөлшеріне және сипатына байланысты әртүрлі тазалау әдістері пайдаланылады. Кейбір сорғышты белгілі бір уақыт ішінде қайнату арқылы тазартуға болады. Содан кейін коагуляцияланған ақуызды заттар салыстырмалы түрде тез тұнады. Кейбір жағдайларда адсорбенттердің қосындыларын, яғни бентамид, калин және тағы басқа немесе қайнайтын абсорбенттердің комбинациясын қолданылады. Этанол мен тұндыру арқылы қосындыларды жою әдісі кеңінен қолданылады. Жалпы нысанада спиртті тазалау. Алынған сығынды алынатын шикізаттың массасынан бөліктерге дейін буланған, қалыңдатылған және салқындатылған сығындыға 95% этанол қосылады. Араластырып 5-6 күн 8 градустан жоғары емес температурада қалдырады. Сұйықтықты төгіп, пайда болған томбаны сүзгіден өткіземіз. Қоюландыру. Булану 50-60 градусқа және көлемі 600-650 мм вакуумдық аппаратта жүзеге асырады. Егер сорғыштар спиртті немесе спиртпен тазартылса, алдымен вакуумды қоспай этанолды айдап шығарады, ал оның негізгі мөлшерін айдаудан кейін ғана вакуумды қосады. Құрғақ сығындылар. Сығындылардың ең ұтымды түрі болып табылады. Құрғақ экстрактілердің өндірісі алғашқы 2 стадиядағыдай қой экстрактісі жүзінде өтеді. Тазартылған сығынды кейін құрғақ ұнтаққа айналдырылады. Кептіру. Егер құрғақ сығындыларды өндіру қою сығынды сатысы арқылы жүзеге асырылса, онда ол вакуумды құрғату шкафында немесе барабанда роликті вакуумдық кептіргіште кептіріледі. Содан кейін құрғатылған массаны шар диірменде ұнтақтайды. Сұйық экстракт бүркіш кептіргіш кептіріледі. Құрғақ сығынды амортты ұнтақ ретінде алынады. Рахмет.